Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе? Жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Бүгін Абай Құнанбайұлының туған күні. Ол ақынның 175 жылдығына орай 10 тамыз ұлттық мерекелердің тізімін толықтырды. Сондай-ақ барша саналы ғұмырында халқын қараңғылықтан жарыққа сүйреумен өткен ойшылдың құрметіне орай таяуда Абай ТВ арнасының да тұсауы кесілді. Абай телеарнасы 30 маусымнан бастап іске қосылды. Бұл Қазақстан телерадио корпорациясының ішіне кіреді және отандық мәдениеттің байлығы мен мұрасына арналған арна болады. Біздің қазақтың қос қанаты алдында келсе, сүрген палуаны жықса, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып ұстаса, есі шығып бір қуанады. Болат Әбділманов кино мен театр сахнасында Хакім Абайдың рөлін жиі сомдайды. Актердің айтуынша, қазіргі таңда Құнанбайұлының әндеріне қатысты қынжылтар мәселе көп. Бүгінде ұлы ақынның өлеңдері тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кеткен. Әншінің шынымен де сол Абай әнін айтатын оның құқығы болу керек. Диапазоны, профессиональный, кәсіби шеберлігі деген сияқты. Ол Абайдың әнін алып екінің бір алып айта беруге ол Абай ол үшін жазбаған ғой. Мен әлгі айтады ғой, бұл сөзімді талапты бар, тасыр ұқпас дейді. Сондай-ақ ақынның суретін шаш үлгісі ретінде қолданып Құнанбайұлына құрмет көрсеткен жеткіншектер де жоқ емес. Ал әлемге аты мәшһүр ойшылдың мерейтойы қарсаңында жаһан жұлдыздары да белсенділік танытуда. Абайдың шығармашылығына әйгілі актер Джеки Чан мен атақты қытайлық миллиардер Джек Маның да ілтипаты ерекше. 无风夜晚月儿明，月光在水面颤动，阿武勒盘古幽深，河水奔腾在咆哮。 Құрметті достар, мен Джек Мамын. Қазақтың ұлы ақыны және ойшылы Абайдың 175 жылдығы қарсаңында бүгін мен Қазақстанның Қытайдағы елшісі Нұрышев мырзадан эстафетаны қабыл алып сіздерге Абайдың өлеңін оқып беремін. 假如你也喜欢音乐，要像我一样锲而不舍。 明快的旋律会使你振奋。 Айта кетейік, Абай өлеңдерін насихаттауда қазақ өнерінің өкілдері де қалыс қалып жатқан жоқ. Біздің құралымыз ол театр. Театрда жаңағы өлеңдер оқылады, қара сөздерін оқып жатамыз. Оның үстіне жаңағы спектакль арқылы білдіріп жатамыз. Енді мен топтың жаңағы Алашұлы тобының продюсері ретінде әрине Абай атамыздың 175 жылдығына арнап біздің топта да міндетті түрде ән болады. Таңғарым ақылшым кемел данышпан Абай, мыңменен жалғыздан жалғыз алысқан Абай, айналып қазақ елінің төл құжатына, ұрпақпен ұлы далада табысқан Абай. Ұлы ақынның мерейтойына өзіндік үлесін қосқан өнерпаздардың легі мұнымен шектелмейді. Мәселен, Меломен тобы мыңнан астам жауынгерді жанына жиып, Абайдың әндерін дәріптеудің ерекше үлгісін көрсетті. Енді биыл еліміз үшін үлкен бір тағы да мейрам, Абай атамыздың, ұлы Абай атамыздың 175 жылдығы. Соған орай біз десанттық штурма бригадамен, сарбаздармен бірігіп, яғни челлендж жасадық, яғни Абай атамыздың көзінің қарасын айтып, мыңдаған солдатпен, мыңнан асқан солдатпен бірге айтып, Құдай қаласа, соны барлық қарулы күштерге жолдап жатырмыз. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді